Assalamu alaikum арыздар ағайын, қалдарыңыз дәрігер жұмадан жарқынбек ұлы. Видеоға лайк басыңыздар. Сіздердің лайк басқандарыңыз біздерді қолдағандарыңыз. Әрі видеоны көпшілікпен бөлісіңіздер, білімді бөлісеңіздер көбейеді. Сонымен қатар арнамызға тіркеліңіздер. Қазақ тіліндегі медициналық арнамызды қолдап қуаттаңыздар ағайын. Бізге бір көрермендеріміз хабарласып, бадамша безін қабыну туралы сұраған екен. Бүгін соған тоқтала кетсек, иншалла. Тамақ пен жұтқыншақтың бөлігіндегі орналасқан бездің аты бадамша без. Бұл безде қабыну пайда болғанда ісіну тудырып, нәтижесінде осы бездің қабынуын келтіріп шығарады. Көбінесе бактерияның қабынуынан келтіріп шығарады. Бұл бактериялардың түрлері көбінесе шарша тізбекті бактериялардан болып табылады. Енді бұл бактерияны емдеу үшін әрине кейде дәрі қолдануға тура келеді. Ал біз бұл арада қарапайым әдістерді қолдана отырып үй жағдайында осы ауруды жеңілдету туралы тоқтала кетмекпіз иншалла. Енді бадамша бездің қабынуына келетін болатын болсақ, онда бездің үстінде қызыл немесе ақ түсті теңбілдер пайда болады. Жұтынған жағдайда ауырсыну болуы мүмкін, тамақ ауырады, дауыс қарлығады, ауызда сасық пайда болуы мүмкін, температура береді, адам дірілдеп қалшылдайды, бас ауырады, мойын жақта ауырсыну болуы мүмкін. Сонымен қатар астыңғы иекті басқан жағдайда ауру сезімдері пайда болады. Сізде осындай бірнеше осы барлық белгі болса, онда сізде осы бадамша бездің қабыну пайда болды деген сөз. Бұл қабыну, бадамша бездің қабынуы адамға ауырлық сезімін тудырады. Сондықтан оған дереу кірісіп, тазалық жұмыстарын жасап, дезинфекциялық шараларын қолдану керек болып табылады. Жағдайында қандай емдерді қолдануға болады дегенге тоқталсақ, онда біріншісі беден ұрығы деген сондай өсімдік бар. Содан 80 грамм аласыз, соны тағы 250 миллилитр сүзілген тазартылған су, одан бір қасық ашыған жаңағы түйенің қымызы, түйенің шұбаты немесе бір қасық, үлкен қасықпен биенің қымызы деген сияқты. Осы үш түрлі затты араластырасыз. Араластырғаннан кейін әуелі 200 миллилитр жаңағы суға беден ұрығын араластырып 15 минут қайнатасыз. Қайнатқаннан кейін қарайып бір қою түрге келеді. Кофенің жаңағыдай қалдықтар сияқты. Одан кейін осыны кептіргеннен кейін үстіне тағы да 50 миллилитр су құйып, оны тағы да бір қайнатасыз. Сол қайнаған ең соңғы сұйықтыққа бір қасық ашыған қымыз немесе шұбатты қосып, әр 30 минут сайын бір қастан ішіп бересіз. Осылай 2 сағат жалғастырған жағдайда ауру белгілері жеңілдей бастайды. 4 сағатта негізінен ауру белгілері бүкілдей жоғалады деп айтуға болады. Екіншісі лимон шырыны. Лимон шырыны адамдағы иммунитет қуатын арттырады, қабынуға қарсы тұрады, әрі жаңағы шарша тізбекті бактерияның әсерінен болған ауруларды жеңілдетеді. Әсіресе жаңа сығылған лимон қышқылы шырыны адамда тіпті жақсы сезім пайда қылады. Үшіншісі бал. Енді балдың да сол бактериялды өту қабілеті бар. Ол тамақтың жұтыну ауруларын емдейді. Бұл балды әдетте 4 қасық балды бір стакан суған қайнақ суға араластырып, барлығын ішіп жіберу керек. Күніне 2-3 рет солай жасауға болады. Сонымен қатар төртіншісі жем-жеміл. Жем-жемілде ісінуге қарсы, сосын бактериялды өлтіру қабілеті бар. Бұны істеткен жағдайда жем-жемілді бір стакан ішінде өрік дәні бар суға араластырасыз, сосын тұтынасыз. Бұл жем-жемілдің тағы бір түрі жем-жеміл шайын дайындауға болады. Бұл да сол ісінуді қайтарады, ауырсынуды басатын құрам бар жем-жеміл шайында. Яғни бір жем-жемілді турап немесе талқан күйінде бір ыстық суға салып, суғаннан кейін солай чай қылып дәмдеп ішсеңіз болады. Бесіншісі жаңағы таупияздың шырыны. Таупияздың шырынында микробты өлтіру әсерлері бар. Бұнда енді таупиязда суға шылағаннан кейін аузыңызды шайқасаңыз болады. Оны ішудің қажеті жоқ. Сол арқылы
тамақтың, жұтқыншақтың әртүрлі ауруларын кетіреді, бадам себезінің қабынуын жеңілдету мақсатына жету келеді. Әрине бұл енді жағдайында жасалынатын ең жеңіл, ең қарапайым әдістер. Бұл әдістерді қолданып та жаңағы аурусыну сезімдер қайтпаса, ешқандай көмек болмаса, немесе ауруыңыз ары қарай тағы жалғасатын болса, неше күн онда сіз дәрігерге көрінуіңізге тура келеді. Әрі бұл бадам себезінің қабынуы адамнан адамға жұғатын болғандықтан әсіресе сақ болуыңыз керек. Осы емдер сіздің жеңіл дәрежедегі әдеп басылғандағы ауру белгілеріне қарсы жақсы көмек көрсетіледі деп ойлаймыз. Сондықтан да осыны үй жағдайларыңызда қолданып көрулеріңізге әбден болады. Ағайын, видеомыз ұнаған болса лайк басыңыздар, көпшілікпен бөлісіңіздер. Білімді бөлсеңіз көбейеді. Сонымен қатар комментарий жазып пікір қалдырыңыздар. Әрі біздің арнамызға тіркеліңіздер. Қазақ тіліндегі медициналық арнамызды қолдап қуаттаңыздар, қадірлі ағайын. Ағайын, ауырмаңыз, келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.